ма? Бар. Жақсы. Балалар, бірінші отырмасы бір қоймаған. Қарай қойыңыздар. Осы Flip Pity дейтін сайт бар, сол жерде автомат түрде сіздерде екі топқа бөлемін. Бірінші топ мына жерге отыра қоямыз. Айдана, Думан, Аманбек, Сән бірінші топқа келеміз. Сосын екінші топқа Әлібек, Әмина, Ақтөбе, Нұрлан отыра қоямыз. Жақсы, енді арнайы сіздердің қазір ұстайларыңызды бұл жазып отырамын, бағалау қарағанда әрбір тапсырманың кезінде алған ұпайларыңызды және топтық жұмыстар, жеке жұмыстар, жұптық жұмыстар бар. Сол кезде алған ұпайларыңыз бойынша сіздерді сабақ соңында бағалаймын. Түсінікті ғой? Енді бірінші сіздерге берілетін тапсырма өткен сабақ бойынша, яғни біздің өткен тақырыбымыз қандай еді? Microsoft Excel'де кесте құру еді. Сол Excel'де кесте құру бойынша сіздерге қазір қайталау сұрақтарын қоямын. Ол қазір Topic дейтін сайт бар. Сол жерде дайын сіздерге сұрақ беріліп тұр. Осы жерден тапсырманы. Бұл жерде балалар бірінші сіздер екінші сұрағына сіздер жауап бересіздер. Топты жұмыс бұл жерде. Бірінші мына тапсырманы бірінші топ орындайсыздар қазір. Сіздер екінші тапсырманы қазір көрсетем, соны орындайсыздар. Мына бірінші тапсырманы айтыңызшы. Бұл жерде не дейді? Электрондық кестенің сәйкес келетін элементтерін таңда деген. Бұл жерде қараңызшы, мынау не? Астында сол бойынша қандай элемент екенін көрсететін сөздер тұр. Соның сәйкесін таңдаймыз. Мынау не? Айтыңызшы, қайсысын біліп отырсыздар? Айта беріңіз. Баған, анау немесе төртінші тұрған баған бар. Баған. Сосын келесі. Ана. Мынау не? Айта беріңіз. Үшінші тұрған Үшінші тұрған ең топтар яшықтың әдістері. Яшықтың әдістері. Мынау достар, қайсысы? Мәтінді енгізу. Яшық деген бар, жол деген бар. Мәтінді енгізу. Жол дейді. Ал сосын мынау Мәтінді енгізу. мынау А1 деген. Не бұл? А1 деп тұрады. Несі оның? Яшықтың әдістері. Мынау Мәтінді енгізуге болады. Жақсы, енді жауаптарын тексерейік. Дұрыс жауап бесеуі де дұрыс болды. Жақсы, сіздерге 5 ұпай беріледі. Енді екінші топ сіздерге тапсырма мынау. Төртінші тапсырманы қарай қойыңыз. Сөздерді орындана қойып, сөйлемді толық оқимыз. Мына жерде қалып қойған сөздерді табамыз. Microsoft Excel деген, мына төртеудің қайсысын таңдаймыз? Үндемейміз сіздер, мына екінші топтікі. Сіздер көмектеспеңіз. Microsoft. Қандай фирма? Microsoft Office фирмасының сосын енгізетін кестелермен жұмыс істеу несі? Фирмасынан енетін немен жұмыстайды? Қандай кестелер? Сізді айтпаңызшы. Сосын не қалды? Қосымшалардың құрамына енетін электрондық кестелермен жұмыстайтын программа екен. Тексерейік. Дұрыс жауап. Сіздерге 4 ұпай. Бұл жерде енді төртеуіңізге де бір ұпайдан беремін себебі барлығыңызға қатысып отырсыздар. Жақсы, енді сіздерге келесі тапсырма. Жаңа тақырыпқа өтпес бұрын сіздерге мындай сұрақтар береді. Жалпы форматтау дегеніміз не? Форматтау деген не істеңіздер түсіріңізші, бұрындары бір қай жерден естідік. Форматтау дегеніміз не? Қазақша аударғанда не бұл? Форматтау деген. Жаңа. Ұялшықтары деректерді белгілейді. Пішімдеу деген, қазақша айтқанда. Пішім, яғни не сөз ол?
Жалпы ұяшықтағы берілгендерді өзгертетін болса, соны форматтау дейміз. Жаңа тақырып жаза қойыңыз, күннің жадын жазамыз. Жаңа тақырыптың аты электрондық кестенің элементтерін форматтау деген. Біз алдыңғы тақырыпта жалпы электрондық кесте Excel бойынша өттік қой. Енді соның ішіндегі кестелерді қалай форматтаймыз? Бүгінгі тақырып бойынша үйренетініміз Excel'дегі кестеде берілгендерді түрлендіру, яғни форматын өзгерту. Яғни мысалға оның түсін өзгертуге болады, өшіруге болады, жоюға болады, мысалға бағандардың түстерін өзгертуге болады, түрлі пішімде жұмыстарын жүргіземіз. Енді кітап берген тапсырма бойынша сізге кішкене түсінік беріп кетейін. Жалпы Excel'де форматтау қалай жүзеге асады. Форматтау жаңа айттым, бұл кестедегі берілгендерді, соның ішінде әсіресе ұяшықта берілгендерді түрлендіру, өзгерту ішіндегі берілген мәтінді, сан берілгенді соны өзгертіп түрлендіру. Ол ұяшықтағы, ұяшықтың ішін өзгертіп түрлендіру үшін Excel'ді ашамыз, сол жерде сол ұяшықтың үстінен оң жағын басқан кезде, шығамыз оң жағын басамыз ғой, оң жақ батырмасын басқан кезде формат ячейка деген шығады. Яғни мұны қарсы аударған кезде ұяшықты форматтау деген. Яғни соны басқан кезде біз не істейміз екен? Ұяшықты түрлендіре аламыз. Яғни формат ячейка дейтін терезе арқылы, яғни сол меню арқылы барлық форматтау жүзеге асады ұяшықтарды. Енді ұяшықтауды форматтаудың терезесінің өзі 6 бөлімнен тұрады. Мұқият қараңыз. Бірінші бұл число деген бөлім шығады. Число деген яғни ол? Сан. Санның өзін түрлендіріп өзгертуге болады. Мысалға ол сан, түрлі сан болуы мүмкін. Ол жай сан беруі мүмкін. Немесе ақша, беріп тұрған ақша түріндегі сан болуы мүмкін. Уақыт болуы мүмкін. Пайыз, мерзім, қаржы деген сияқты. Немесе бөлшек. Мысалға осындай форматтарға біздегі санымыздың өзін түрлендіре аламыз. Берілген санның өзін. Мысалға мына жерге бір сан енгізсек, мысалға сан енгізсек мына жерге. Осы санды не істеуге болады? Жаңағыдай оң жағын басып формат ячейка деген басамыз. Формат ячейка деген жерде 6 бөлім бар дедім, 6 терезесінің бөлімдері бар. Бірінші бөлім жаңа айттым, число деген бар. Число деген жерде не деген? Қандай түрлері бар? Санның түрлерін өзгертуге болады. Числовой, денежный, финансовый, даты. Соға денежный деген басса, әртүрлі неге аударуға? Ақшаға аударуға болады. Қазақша теңгеге аударып қойсақ, окейді басатын болсақ, қасына теңге деп шығады. Түсінік қой, тағы да мысалға басқа формат ячейканың ішінде выравнивание деген екінші бөлім. Яғни выравнивание деген не ол? Істеу туралау да, солға, оңға, жоғарға, төменге мынаның ішіндегі берілген сөзді туралап, оңға, солға, ортасына оңға бар түрлі пониженный крайы деп сағады. Немесе переносить по словам, ішіндегі сөздерді тасымалдау. Немесе оны былай істеуге болады. Міне, ішіндегі берілген сөзді былай жоғарыға айтып қойсақ, окейді басқан кезде ол жоғарыға форматы өзгеріп кетті. Тағы да басып қарайық. Келесі үшінші бөлімі ол шрифт. Шрифт ол қаріпті. Мына ішіндегі нені өзгертеді? Жазудың түрлі түсін, қарпін, үлкен өлшемін де барлығын өзгертеді мысалға. Үлкейтуге болады, түсін өзгертуге болады осы жерден. Түсінікті. Енді келесі төртінші бөлімі бұл граница. Граница деген сол ұяшықтың несі? Шекарасында, шекараларында
сабақтарын басқаша қылып өзгертуіңізге болады деп қарап отырсаңыз. Келесі заливка деген не ол? Нені түсі өртеді? Яшық өртеді, яшық берген түсін өзгертуіңіз келсе, мына яшықтың ішіндегі сөз емес, яшықтың өзі не істейді екен? Боялады. Келесі защита дейтін бұл осының ішіне берген сөзді жойып жібермеу защита деп, яғни қорғаныс қойып қоюға болады. Міне осындай 6 бөлімі бар. Енді ары қарай не істеуге болады тағы да. Одан басқа берілген, яшықтағы берілген мәліметтер не істеуге болады. Делета деген не ол? Иә, жойуды, мысалға ішіндегі берілгенді жойып тастауға болады. Удалить деген бұл да жою, бірақ бұл жерде нені жою? Керексіз бағаны болса, соны удалить деп жойып жіберуге болады. Удалить строки. Содан кейін керісінше басқа затты әкеліп ол жерге қоюға да болады, жойып жібермей. Мысалға берілген бір сөзді көшіріп алып келіп сол жерге қояламыз. Мысалы, соның ішіндегі берілген бір сөзді де не істеуге болады? Көшіруге болады. Ол үшін соның ішіндегі берілген сөзді копировать деп аламыз. Мысалға, мына сөзді не істейміз? Копировать дейміз. Осы керек жерге апарып, не істейміз? Нені басамыз? Қою дегенде жазамыз. Оны балалар былай етуге де болады. Сіздерге түсіндіріп қойған мына жерде тек қана жаңағы копировать, вырезать дегендерін алмай-ақ, қосымша мына неде мынау? Ctrl-X дегенде кернет тақтадағы кернелердің комбинациясы. Мысалы, Ctrl-X плюс екеуін бірге басу арқылы не істеуге болады екен? Қиып алуға болады. Көшіру үшін Ctrl-мен бірге S деген ABC, C-ді бассаңыз, не істеуге болады? Көшіруге болады. Келесі Ctrl-V бірге бассақ, не істеуге болады? Қиып, вставить, қоюға болады. Яғни осындай, егер де ана жердегі мышка болмай кезде да, сол кезде не істеуге болады екен? Жаңа клавиатураның бетіндегі, перенің бетіндегі пердақтаның бірге басу арқылы жасауға болады. Енді сіздерге тапсырма, енді осы бойынша біз ары қарай практикалық жұмыстар керекпіз тездетіп. Кітаптарыңызда берілген, кітаптарыңызда тапсырма бар. Бұл жұптық жұмыс, мектепте оқушылар бірігіп аласыздар да, тапсырманы тез ортай қойып. Бұл жерде сіздерге қай бетте? 63-ші бетте көрме тапсырма практикалық. Қараймыз, не істеу керекпіз? Бірінші мына кестені салып аласыздар, Excel-ді ашып. Бұл жерде нені өзгеріп тұр? Соны қараңыз, мына жерде нені өзгерту керек екенін барлығы жазылып тұр. Қараңызшы, сандар берілген әртүрлі. Сол сандардың нені өзгертіп қойған қарасаңыз? Ішінде мәліметтерді қараңыз. Мына жерде мысалға мерзім уақыт бойынша өзгерткен. Мына жерде сандық бөлшектер, ондық бөлшек. Мына жерде кадықтың бөлшектерді өзгерткен. Мына жерде не бар? Манағыдай формат ячейктерге барып, не істейміз? Число деген жердегі, не деген ақшалар, тұрғын не бөлшек деген соларды таңдау арқылы өзгертесіздер. Болды. Оны мерзім уақыт атай беремін. Нұрланмен әлмен бірінші лезетеміз ал. 90%. Процент артын жақсы, онда оқушылар бүгінгі қорытынды бойынша сіздер сабақтан кейінгі түсінгендеріңіз енді түсініп келе жатырмыз деген көбірек екен. Бірақ түсінбей қалдым деген оқушы жоқ еді. Жақсы, онда бұйырса келесі сабақта да ары қарай осы форматта, одан басқа да бұның шарт форматтау түрлері бойынша Excel жұмыс жасаймыз. Жақсы, рахмет, қатысқандарыңызға сау болыңыз.